Сомма шайқасы Бірінші дүниежүзілік соғыс кезіндегі Британ империясы мен француз әскерлерінің Германия империясына қарсы шайқасы. Шайқас 1916 жылы 1 шілдеден 18 қарашаға дейін Сомма өзенінің екі жағалауында өтті. Сомма шайқасы Бірінші дүниежүзілік соғыстың ең ірі шайқастарының бірі. Онда 1 миллионнан астам адам қаза тауып жарақат алды. Француз-британ әскерлерінің шабуылы 1915 жылы желтоқсанда Шанти қаласында өткен одақтасаралық конференцияда жоспарланған болатын. Одақтастар 1916 жылдың жазында француз, орыс, британ және итальян әскерлерінің орталық державаларға қарсы біріккен шабуылы туралы келісті. Соммадағы шабуылда басты рөлді британдық экспедициялық күштердің бөлімдері атқарды. Оңтүстік қапталда шабуылды француздар қолдады. Әлемде алғаш рет Соммада танкілер қолданылды. Неміс қорғанысы майданда жаншылды. Германия жаңа қорғаныс шебін құруға мәжбүр болды. Стратегиялық бастама толығымен орталық державалардан Антантаға өтті. Он 18 қарашада екі жақтың да ресурстарының таусылуына байланысты шайқас аяқталды. 4 айлық соғыс қимылдарында екі жақта үлкен шығынға ұшырады. Көптеген тарихшылардың пікірінше, қанды шайқас соғыста түбегейлі бетбұрыс әкелмегенімен, стратегиялық бастама соған қарамастан Антантаның қолына өтті.